Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Зеленский тағы да өзінің керемет, жас болса да бас болатын үлкен дипломат екенін көрсетті. Алғаш билікке келгенде жұрттың бәрі оны кәдімгі әртіс болған, сайқымазақ болған, сөйлеген сөздерінде әртістік стиль тұрады деп неше түрлі сындаған болатын. Тіпті біздің өзіміз Зеленскийге күдікпен қарадық. Енді сол жап-жас жігіт міне соғыс болған 1 жылдың ішінде кәдімгі маңдайының қатпары 2 есеге көбейіп, жүзі кәдімгідей есейіп, қартайып, енді кәдімгі ел ағасы ақсақал сипатында болып, 1 жылдың ішінде 10 жылға қартайып, есейіп, қатайып, тыңайып, шынығып, шыңдалып шыға келген Зеленский ақыл парасат жағынан да бүкіл дүниені тағы бір таңырқатты. Ол Қытай басшысы Си Цзиньпинді Киевке келуге, осы бейбітшілік келіссөз мәселесін ақылдасуға шақырды. Енді бұл Си Цзиньпинге кәдімгі шахматта құрылған үлкен шахматтағы үлкен ор сияқты болды. Себебі Си Цзиньпин Киевке келсе, ар жағында Путин ренжиді. Ал Си Цзиньпин өзі қорқақ. Ол соңғы 3 жылда далаға шыға алмаған сұмырай. Астанаға бір келді, Самарқанға бір келді, болды, бітті, басқа жерге шықпаған адам. Соңғы 3 жылда шетелге аттап баспаған Си Цзиньпин енді мынау төбесінен орыстың зымыраны ұшып тұрған Киевке бара ала ма? Ол ондай батылдыққа бармайды. Тіпті Қытайдың мынау өлкесін су басса, ол ана өлкесінде жүреді. Шығысын су басса, батысында жүреді. Оңтүстігін су басса, солтүстігінде жүретін бұл сұмырай Киевке келе алатындай Байденде бар жүрек, бұда бар ма? Бұл жоқ. Екінші, ол Путинді ренжіте алмайды. 2. Үшінші, ол мынаның үлкен саяси сайқалдық екенін біледі де, Қытайдың дәстүрлі әдеті бойынша үнсіз қалдыра салады. Бірақ Си Цзиньпиннің масқарасын Зеленский шығаруында шығарып кетті. Енді қызығы Зеленскийдің егер соғысқа Қытай қатысса, бұл соғыс Орыс-Украина соғысы емес, 3-ші дүниежүзілік соғысы болады дегені дәл келіп жатыр. Зеленскийдің көрегендігі де осында шығар. Сөйтіп, Қытай Ресейге дрон бергенмен қоймай, дронды өндіретін бүкіл жүйені бере салғалы отыр. Енді дронды Қытай жалтақтап, 1 тал берші, 2 тал берші деп, Иранға 1 жалынып, Қытайға 2 жалынбай, орыс откасын ішіп, мас болып, өзі дронын өзі өндіре беретін болды. Дайын цехты әкеп, құрастырып, Қытай кілтін қолына орыстың ұстатып кеткелі тұр. Ал бұған Еуропа не дейді, НАТО не дейді, Америка не дейді? Бұл осы аптадағы ең басты түйін болып тұр. Енді қызығы, қазір Қытайдағы сол саяси оқиға, әскери дайындық мәселесі бүкіл дүние жүзін алаңдатып тұр. Бұл Қытай бұны наурыздың 1-нен бастап атқарылады деп жариялағанның өзінде, Қытай әлде қандай бір Америкаға жасаған қоқан-лоққысы ма? Мен миллиард халқымды 59-60-тағы кемпірге дейін соғысқа аламын, қайтесің, тісімнен тырнағыма дейін соғысқа дайындалып тұрмын деп, батысқа доңайбат шегіп отырма. Оны бір Құдай біледі. Бірақ Қытайдың арғы бергі осы соңғы ашық соғыс болмаған соңғы тарихында бұндай сұмдық болмаған болады. Бұл енді жағымсыз жағымды хабарларымыздың көпке жоқ қоспасы. Енді сіздерге көңілдеріңізді көтеретін бір керемет жағымды жаңалықты жеткізейік. Германның супер танкісі Украинаға жеткізілді. Бұл Польша арқылы келді. Польша арқылы Украинаға алдыңғы кезектегі герман танкілері жеткізілді. Бұл аса жағымды жаңалық. Енді осы жағымды жаңалықтан да артық бір жаңалықты сіздерге айтайық. Бұл жаңалық жеткізілген бұл танкті Украинаның қорғаныс министрі өзі айтады. Арнай танк айдайтын әскери жаттығудан өтті ме, өтпеді ме белгісіз, бірақ Германияның танкісін айдап шыға келді. Білесіздер, дүниежүзілік 2-ші соғыстың өзінде бүкіл дүниежүзі танк түгілі жеңіл машинаны автоматты түрін жасай алмаған кезде германдар танкісіне дейін автоматты жасаған екен. Яғни қазіргі механикалық
кәдімгі механикалық көлік, автоматты көлік деп бөледі ғой. Сол заманда германдар екінші дүниежүзілік соғыста газды бассаң болды, алдыға қарай жүретін автоматты танк жасап қойған екен. Міне қазір білесіздер, кәдімгі механикалық көлік, автоматты көлік, типтроник көлік деп бөледі. Типтроник автомат пен механиканың ортасынан. Қазір бүкіл көлік жаңағы анау компьютермен басқарылады, көліктің жаңа күшеуі, ана дөңгөлегінің жерге жатағандығы, кеңуі, тараюы, қанша күштің берілуі, соның барлығы жаңағы компьютермен басқарылады да, енді қазір типтронигі шықты. Бірақ қалай болмасын, сол заманда автомат жасаған германдар енді мына танкісін Украинаға жеткізді. Енді қызық болғанда Украинаның қорғаныс министрі бұл танкты айтады. Демек, арнайы жаттығу көрмеген адамда айдай алатын өте қарапайым танк болуы мүмкін. Бірақ герман танкісі дүниеде екінші деңгейде. Америка танкісінен кейінгі бүкіл дүниежүзілік соғыста дәлелденген екінші деңгейдегі танк. Бірі, ататын аралығы өте алысқа атады. Бұл бір. Екіншісі, бүкіл интернетпен қамдалу, жаңағы жасанды ішіндегі компьютерінің мықтылығы жоғары. Екі. Байланыс жоғары. Екі. Үшіншісі, оның сыртқы қорғаныс қабаты өте мықты. Кәдімгі оған басқа танктен атқанда да ішінде жаңағы мызғымайды. Сыртқы қабығы немесе анау зеңбірегінің тұмсығы ұшып кетпейді. Орыстардың танктерін көріп жатырмыз. Екінші дүниежүзілік соғыстан қалған танктер, тіпті соңғы 70-80 жылы өндірілген, совет кезінде өндірілген танктер, дрондардың өзінен лақтырған жай қарапайым оққа жаңағы орыстың танкісінің зеңбірегі теріс қарап, тұмсығы теріс қарап тоңқайып қалады. Міне, кәдімгі тоңқайып та қалады. Немесе жамбастап жатып қалады, бітті болды. Ана шынжырлары үзіліп кетеді, шынжыр табандары, тұмсығы теріс тоңқайып қалады. Қысқасы, орыстың танкісінің шипасы брокпен бітіп жатады. Өте нашар. Ал енді германдікі бірі дәл тиеді, анау тұмсығы алысқа атады, және дәл тиюмен. Ал орыстың танкісінің атқан оғы көбінесе ауытқып кетеді. Бұл жерде жаңағы ол оқтың жылдамдығы, серпімділігі, жаңа қанша кеңістікте, биіктіктен ату, доға болып жетуі дейтін өте үлкен физикалық ұғымдар бар. Оны енді физиканы білетін адамдар ғана түсінбесе, қарапайым халық түсінбейді. Қысқасы қазақша айтқан кезде, оғы қалай барып атса да, доға барып жасап атса да, немесе дүзу сызықты болып атса да, немесе доға болып атса да, баратын жеріне дәл тиеді. Және дәл тигенмен қоймай, қатты серпімен, жарылғыштық қана сипатпен емес, қатты серпімен атып, нысанасын тасталқан қылады. Енді бұл екінші әңгіме. Ал үшінші жағымды жаңалық, Украинаның қорғаныс министрі танкты айдап түскеннен кейін жаңағы қасындағы сарбаздан Полша тілінде, Поланд тілінде Мәскеуге баратын жол қайсы екен деп сұрайды. Кешірің, өтінемін, айтыңызшы, Мәскеуге баратын жол қайсы екен деп сұрайды. Естіп отырған жұрттың бәрі қарқылдап күліп, бұл мәселені жаңағы бір өте бір қуанышпенен жаңағы атмосферада бұл мәселе видеоға түсіп тарап кетті. Қазір енді әлеуметтік желіде бірінші қызық тақырып осып болып тұр.